Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз әдеттегідей неміс жазушысы Распенің Мюнхгаузеннің басынан кешкен хикаясы атты жинақтың ішіндегі ертегілерге шағын талдауымызды бастаймыз. Менің оқушымның есімі Керей Мержанұлы, екінші сынып оқиды. Керей, бүгін қандай ертегі айтып бересің? Мен жалаңаш түлкі ертегісін айтып беремін. Жалаңаш түлкі. Жарайды. Ертегінің мазмұны қалай? Бірде Мюнхгаузен орманда кетіп бара жатқан кезінде бір аппақ түлкіні кездестіреді. Мюнхгаузен ол түлкінің терісіне қызығады. Терісі әдемі. Терісі әдемі екен. Аппақ үлпілдеп тұр. Мюнхгаузен мылтығын алып атайын десе, бірақ аппақ айнып қалады ойыннан. Неге? Өйткені түлкінің терісін бүлдіріп алады ғой, жыртып. Сол үшін мылтықтың ішіндегі оқты алды да оның орнына жіңішке ине салып, солмен атты. Кейін түлкі ағашқа барып жабысып қалады. Сол сәтте түлкіні сойын деп жатқан еді. Түлкі қос қолын көтеріп, саған керегі жүн бе? Саған керегі тері ме? Теріні ал, бірақ менің жанымды қалдыр деп жалынды, иә? Жалынды. Ал Мюнхгаузен келіседі. Маған да керегі өзін емес, терін еді деп айтады Мюнхгаузен. Осымен ертегі аяқталды. Түлкінің терісін алды да өзін жайына жіберді, иә? Иә. Тиіскен жоқ. Ал енді бұл ертегіден біз ертегі арқылы автор қандай ой айтқысы келіп тұр адамдарға? Мен ойымша, көп адам дүние қоңыз. Артық дүние алады. Артық дүниеге құмар, артық дүниеге қызығады. Бір адамдар өзінің дүниесін қимай, өліп те кетеді. Соның жолында өліп те кетеді, иә? Иә. Яғни дүниені жанынан артық көреді. Артық көреді. Ал Мюнхгаузен не деп тұр бұл ертегі арқылы? Бұл ертегіде Мюнхгаузен әр дүние болса да, қымбат дүние болса да, оның жанынан артық емес екенін айтып тұр. Жарайсың. Иә, Мюнхгаузен бұл ертегі арқылы сен мына өмірде қандай қымбат деп танып біліп тұрған дүниеңнің ешқайсысы сенің жанынан артық емес деген ойды айтып тұр. Яғни адамға дүние қоңыз болмау керек екенін насихаттап тұрған ертегі екен. Осымен талдауымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.